Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жұмсақ, ыстық күйінде де, келесі күні де өте дәмді, мінсіз вафлидің рецептімен бөлісемін. Ингредиенттер тізімін осы видеоның астында да көре аласыздар. Шұңғыл ыдыста жұмыртқа мен қантты венчикпен араластырамыз. Үстінен жылы сүтті құямыз. Ертілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ұн, крахмал қопсытқышты өзара біріктіріп аламыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, келесі видео рецептерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сұйық массамызға құрғақ ингредиенттерді біртіндеп қосып жақсылап араластыра бастаймыз. Міне біздің вафлиіміздің қамыры дайын болды. Қызып тұрған вафельницаға құя бастаймыз. Вафельницаңыз болмаса, сковородкада пісіре беруге болады. Вафлидің бір жағы менде ақшылдау, екінші жағынан қарағанда. Өйткені отбасым жұқалау вафлилерді жақсы көреді. Сондықтан мөлшерін өз қалауыңыз бойынша құйсаңыз болады. Қалай құйсаңыз да іші толық пісіп шығады. Әркімнің вафельницасы әртүрлі болғандықтан қараңыз, біреуде 7 минутта, біреуде 5 минутта пісіп қалады. Міне біздің өте дәмді вафлиларымыз дайын болды. Шайыңызды қосып, әсемдеп, варенье, қоюлатылған сүт немесе құр өзін жей берсеңіз болады. Видео ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар.